Қазақстанда бизнес ашу барынша жеңілдетілмек. Жақында еліміздің бүкіл аймағында бір терезе жүйесі арқылы жұмыс істейтін орталықтар ашылады. Бүгінде кәсіпкерлікпен айналысуға ниетті азаматтар әкімдік пен өзге де мемлекеттік мекемелердің табалдырығын тоздыруға мәжбүр. Енді жағдай түбегейлі өзгереді. Бұдан былай бизнес ашу үшін адам үйде отырып интернет арқылы қажетті құжаттарды рәсімдей алады. Кәсіпкерлікке қатысты маңызды сұрақтар Сенат қабырғасында талқыланды. Армысыздар. Эфирде заң жобасы және мен Гүлназ Сайлауқызы. Сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев еліміздегі бизнестің дамуына кедергі келтіріп отырған басты себептерді атады. Жоғары палата спикерінің айтуынша, қазір кәсіпкерлер мен мемлекеттік органдардың арасында тиімді байланыс жоқ. Әсіресе субсидия беру, салық, кедендік жеңілдіктер мен жеке кәсіп ашуға рұқсат алу жүйесінде қиындықтар көп. Сондықтан парламенттің басты міндеті барынша қарапайым және жұртқа түсінікті заңдар қабылдау арқылы кәсіпкерлердің жүгін жеңілдету. Ол үшін кеден салық кодексі мен рұқсат беруге қатысты заңдарға өзгеріс енгізуіміз қажет. Мы обязаны помогать предпринимателям стать конкурентоспособными. Біз бәсекеге қабілетті болу керекпіз. Кәсіпкерлікпен айналысуға бел буған адамдарға көңіл бөліп, барынша қолғабыс етуіміз қажет. Аймақтағы тұрғындардың кез келген жерден ашық, әрі ақысыз ақпарат алуына мүмкіндігі болуы тиіс. Бизнес ашу үшін мемлекет тарапынан қандай көмек көрсетілетінін әр азамат білуі керек. Халықаралық сарапшылардың айтуынша, Қазақстан бизнес климатты арттыру бойынша заңдары көп елдің ондығына кіреді. Мұны бүкіл әлемдік Doing Business банкінің рейтингі дәлелдеп отыр. 2016 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстан 190 елдің ішінде 36 орынға жайғасты. Кәсіпкерлерге қолдау көрсету мақсатында заңдарға түзетулерде енгізіліп жатыр. Мәселен, облыс пен аудандарда азаматтарды жеке іс ашуға үйрететін арнайы орталықтар бар. Ол үшін жыл сайын бюджеттен 2 миллиард теңгеден аса қаржы жұмсалады. Нәтижесінде 3000-ға жуық шағын және орта бизнес ашылады. Сейчас век информации, крайне важно бизнесу иметь доступ к информации. Это правительство. Қазір ақпараттың дамыған заманы, сондықтан кәсіпкерлер үшін ақпараттың қолжетімді болғаны дұрыс. Үкімет бір терезе жүйесін ұсынып отыр. Яғни кез келген кәсіпкер бір мекемеге келіп, барлық құжаттарын рәсімдеуге мүмкіндік алуы керек. Мысалға, азаматтар үшін халыққа қызмет көрсету орталықтары бар, ал бизнесмендер үшін кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы болуы қажет. Еліміз бойынша 26 орталық дайын тұр. Маңғыстау облысында салық және кеден қызметкері бір жерде көрсетіледі. Электронды шлюз арқылы хат жіберіледі де, оның орындалуын біздің кеңесшілер бақылап отырады. Әлемнің 90-ға жуық мемлекетінде сәтті жүзеге асқан электронды мағлұмдау биыл шілдеден бастап біздің елімізде де енгізілмек. Қазірдің өзінде бұл жүйе 4 облыста пилоттық жоба ретінде іске қосылып, оң нәтиже көрсеткен. Сонымен қатар электронды шот-фактура жүйесі де қолданысқа енді. Ол салық төлеуден қашатын кәсіпкерлердің санын азайтуға көмектеседі. Жалпы бұл өзгерістердің барлығы бір терезе жүйесі арқылы қызмет көрсетуге көшу үшін жасалып жатқан шара. На втором этапе в декабре 2018 года мы 2018 жылдың желтоқсан айында бір терезе қағидасы арқылы бұл жүйенің екінші модулі іске қосылмақ. Осы мақсатта біз тиісті мемлекеттік органдармен және кәсіпкерлер палатасымен тығыз жұмыс істеп жатырмыз. Қазірдің өзінде іске қосылған ақпараттық жүйелерді біріктіруіміз керек. Сегодня имеющаяся информационная система. Жоғары палата мүшелері азаматтардың өтініштерін қарау уақытының ұзақтығында көтерді. Сенаторлар агроөндірісті дамыту үшін берілетін несиеге қажетті құжаттар санын азайтуды ұсынды. Ал Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасындағылар бұл бағытта көптеген жұмыстар атқарып жатырмыз дейді. Биыл мамыр айынан бастап ауыл шаруашылығы министрлігімен бірлесіп ауыл азаматтарына несие беруді электронды жүйеге көшірмек. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы ауыл шаруашылығы министрлігімен бірге мынау электрондық жүйеге өткізіп жатырмыз. Енді жаңағы шенеуніктерге сол көптеген қағаздарды апарудың қажеті жоқ болады. Ол жерде жаңа интернет арқылы, компьютер арқылы үйде отырып сол субсидияға жаңағы документтерді тапсыра беруге болады. Егер сізде жаңағы интернет болмай жатса, ауыл жақта үйлеріңізде не болмай жатса, онда мынау біздің кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтары әр аудан орталығында бар. Сол жерге барып біздің Атамекен жаңағы консультанттарды сізге сол интернет арқылы соны көмек беріп, сізге субсидияны алуға жаңа ненің бәрін жасайды. Сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев бір терезе жүйесі тек жергілікті кәсіпкерлерге ғана емес, инвесторлар үшін де өте ыңғайлы болады деді. Өйткені Қазақстандағы қағазбастылық пен шексіз құжат жинау үрдісі елімізге сырттан қаржы тартуға да кедергі келтіріп отыр. Сондықтан кәсіпкерлерге қатысты және экономиканың дамуы үшін маңызды заңнамаларды қайта қарап жетілдіру керек. Бұл заң жобасы. Аман сау болыңыздар.